Сәлем достар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді болып шығатын сүзбелі бәлішті жасайтын боламыз. Соңына дейін менімен бірге болып жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ендеше подписать батырмасын басып қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Алда менде көптеген рецептер болады. Ендеше бірге дайындайық. Алдымен бізге бөлме температурасында тұрған осындай сары май қажет болады. Оның үстіне қантымызды салып, екеуі бір келкі масса болғанынша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай масса болғаннан кейін біз үстіне бір жұмыртқамызды шағып аламыз да қайта бір келкі болғанынша жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Міне бізде толық миксерленіп шықты. Осындай күйге енді біз миксеріміздің жылдамдығын тоқтатып, ұнымыздың үстіне бір шайны ложка разрыхтелімізді, яғни қопсытқышымызды салып, ішінде араластырамыз да азғантай бөліктен ұнымызды міндетті түрде осылай електен өткізіп салып аламыз да миксерлейтін боламыз. Алдымен осылай миксердің жылдамдығын қоспай, бір-екі айналдырып аламыз да, сосын миксердің жылдамдығын қосамыз. Сонда біздің ұнымыз ұшып кетпейтін болады. Міне дәл осылай ендігі кезектегі ұнымызды да салып, яғни 4 рет, 3 рет ұнымызды бөліп осылай салатын боламыз. Ең соңғы салынған ұнымызда бізде осындай масса шығады, яғни осындай күйге енгеннен кейін миксерімізді өшіріп, қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Достар, қажетті болып жатқан құрамының мен міндетті түрде мөлшерін описание бөліміне жазып кетемін, сол жақтан таба аласыздар. Міне осылай жұмсақ қамыр дайын болады. Енді осы қамырымызды осындай формаға жайғастырып аламыз. Менің формам 24 сантиметрлік форма болады. Қамырымыздың азғантай бөлігін алып, қалған бөлігін осылай листімізге жайғастырып шығатын боламыз. Достар, менің видеоларым сіздерге өз пайдасын тигізіп жатқан болса, қазақша каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, подписать батырмасын басып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Міне осылай жайып болғаннан соң екінші қамырымыздың бөлігін дәл осылай шет-шетіне жайғастырып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай шаншығының көмегімен екі шетін осылай басып шығамыз. Себебі бізге жұқа болуы тиіс, кейіннен осылай барлық жерін осылай тесіп шығатын боламыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм сүзбе және 200 грамм творожный сыр қажет болады. Және оның үстіне қаймағымызды салып, оның үстіне дәл осылай кезектестіріп қантымыздың үстіне бір жұмыртқамызды жарып, барлығын бірдей болғанша миксерлеп аламыз. Немесе блендермен езулеріңізге де болады. Өздеріңізде қалай ыңғайлы, солай жасай бересіздер. Міне біздің салмамыз дайын, осындай консистенцияда болады. Сұйықтығы да осылай. Ендігі кезекте біз осылай қамырымыздың үстіне салып, жақсылап барлық жағы бір келкі болғанынша салып жағып аламыз. Ендігі кезекте 180 градуста шамамен 30-40 минут аралығында пісіріп шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сүзбелі бәлішіміз, яғни творожный пирогымыз дайын. Енді бұл формамыздан 15 минут өткеннен соң аламыз. Суығаннан соң, толық суытып болғаннан соң осылай кесе беруімізге болады. Достар, міне осымен біздің творожный пирогымыз дайын, осылай пісіп шығады. Өте нәзік әрі жұмсақ керемет болып шығады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ал ендеше арнама жазылып, қоңыраушаны қосып, комментария бөліміне өз пікірлеріңізді жазыңыздар. Ас болсын. Келесі кездескенше.